мен сендерге не жаздым? Осыншама не жаздым? Анашым-ай, құрсағыңнан сәл кейінірек көліктен терезесінен лақтыратындай мен саған не жаздым, анашым-ай? Анашым-ай, құрсағыңда бір келген, шаранаңмын бір күн өмір сүрмеген, сыртқы әлемнің салғырттығын сезушем, бірақ мұнша суықтығын сезбеген. Анашым, сені жолтар деме. Тәнім мұздаса, алдандың ғой жұрт сөкпесе тіснаса. Кімнен едім айтшы соны, анашым, сүтке толы ақ мамаңыз сыздаса. Әділдікпе туыла сала өлгенім. Маған да неге сұлу есім бермеді? Шілдеханада жасамады мүлде. Тіпті атамның да түрін мүлде көрмедім. Әжетай-ау, жанда ұртып кіндігімді жұлмаған. Құтылуға асықтың-ау жылдамырақ. Ей, бесікке бөліп қойсаң, мен сені масаңды да алмас едім ғой еңгәлі. Әжетай-ау, болар ем ғой қолданатын ермегім. Әжетай, әлденен келмесе, баласы жоқ қаншама жүрген жанға неге бермедің, әжетай-ау? Әжетай-ау, әулетіңді түсау бектіріп жоймақ бен, тілегімді қабыл етпей қойды әттен, әйнегінен лақтырдың да көліктің аспанға ұшып кетті деп ойлап бен. Қазағым-ау, қысқа күнде көріп өлең шығарған. Сендер секілді ақын ұлттың ұлы болу мен үшін ұл арман. Мен сол үшін жаратқаннан жалбарынып отырып, анашым білесің бе, мұна сенің жатырыңнан сұранған. Ей адамдар, мен мұндамын, мен жердемін, мен ұмытып кетпеңдер. Аза тұтып жатырмаған көк пен жер, тым болмаса баспаңдаршы миымды, теріп алыңдар шеттерімді.